Армысыздар ағайын, назарларыңызға апталық шолу сараптамалық бағдарламасының кезекті санын ұсынғалы отырмыз. Студияда Олжас Уәли. Аптаның негізгі оқиғасы 5 маусымда өткен еліміздің конституциясына түзетулерге арналған референдум болды. Мемлекет басшысы атап өткендей, бұл шара еліміз үшін маңызды тарихи оқиға. Халық тағдырлы шешім қабылдады. Дүйсенбі күні орталық референдум комиссиясы Қазақстан азаматтарының 77%-дан астамы жақтап дауыс бергенін хабарлады. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев референдумның нәтижелері бойынша Қазақстан халқына үндеуін жасады. Құрметті отандастар, кеше елімізде айрықша мәні бар тарихи оқиға болды. Мемлекетіміз дамудың жаңа кезеңіне қадам басты. Ата заңымызға ұсынылған өзгерістерді азаматтардың басым көпшілігі қолдады. Референдум жоғары деңгейде өтті. Мұны халықаралық және отандық байқаушылар да айтып жатыр. Конституциялық реформалар қоғамда қызу талқыланды. Дауыс беру барысы демократия талаптарына сай өтті. Ешқандай мәжбүрлік болған жоқ. Референдум нәтижесі саяси жаңғырудың анық символына айналды. Азаматтарымыз зор жауапкершілік танытты және отансүйгіштік қасиетін паш етті. Біз жаңа әділетті Қазақстанды құру жолындағы бірлігіміз бекем екенін көрсеттік. Конституциялық түзетулер мемлекеттігіміздің тұғырнамасын түбегейлі өзгертеді. Бүкіл қоғамның дамуына тың серпін береді. Референдумға белсене қатысып қолдау білдірген барша халқымызға зор ризашылығымды білдіремін. Сондай-ақ конституциялық өзгерістердің мән маңызын түсіндіруге атсалысқан азаматтарға, түрлі қоғамдық ұйымдарға алғыс айтамын. Сондай-ақ президент алдымызда экономиканы шынайы әртараптандыру бойынша ауқымды жұмыстар тұр. Жоғарғы өнімді ауыл шаруашылығы мен қуатты көлік логистика жүйесін дамыту, барлық салада цифрлық эко-жүйе қалыптастыру үшін шаралар қабылдау қажет. Еліміздің орнықты дамуының негізгі қозғаушы күші еңбек, білім және азаматтық белсенділік болуға тиіс. Тек сонда ғана өзін-өзі қамтамасыз ететін орта, тап пен тиімді экономика қалыптастыра аламыз. Бұндай экономика кірісті әділетті бөлуге, сапалы жұмыс орнын ашуға, тұрмыс сапасын тұрақты арттыруға және барлық азаматтардың толыққанды жетілуіне мүмкіндік береді деді. Мемлекеттік аппаратты жаңғыртып, бюрократиядан барынша арылту үшін жүйелі жұмыс жалғасады. Біз қоғамның барлық өкілдерінің талап тілектеріне жауап беретін озық мемлекет құруымыз керек. Басқару жүйесінің тиімділігі жұмыстың барысымен емес, түпкі нәтижемен өлшенетін болады. Мемлекеттік аппарат бизнеспен, үкіметтік емес ұйымдармен және азаматтармен тығыз жұмыс істеуге баса назар аударуға тиіс. Сол арқылы ел мүддесіне сай тиімді шешімдер қабылданып, халыққа көрсетілетін қызмет сапасы жақсара түседі. Мемлекеттік қызметкерлер барынша ашық жұмыс жүргізіп, халыққа шынайы есеп беруі керек. Мемлекеттік қызмет дегеніміз жеке бастың бақ дәулетін арттыратын жер емес. Бұл туған халқының алдында айрықша жауапкершілік арқалау деген сөз. Конституциялық реформа бүкіл құқық саласын жаңғыртуға жол ашады. Парламент пен үкімет Конституцияға енгізілген өзгерістерге сай заңнамаға тиісті өзгертулер енгізу қажет. Қазақстанда тиімді құқық қорғау және сот жүйесін құруға мүмкіндік беретін реформалар әзірленуге тиіс. Мұны әлемдік тәжірибені ескере отырып жүзеге асырған жөн. Біз қоғамның және бизнес өкілдерінің өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға сұранысы арта түскенін көріп отырмыз. Елімізге азаматтар мен кәсіпкерлерді барынша қорғайтын құқық жүйесі қажет. Заңнамада мемлекетіміздің тұрақты дамуын тежейтін ешбір кедергі қалмауы тиіс. Сонымен қатар мемлекет басшысы елімізді дамытудың осы және басқа да мәселелері бойынша нақты шешімдерді қыркүйек айында өтетін парламенттің кезекті сессиясының ашылуында айтатындығын алға тартты. Қастерлі тәуелсіздігімізді, ел бірлігін және қоғамдық келісімді нығайту біздің негізгі міндетіміз. Бұл реформалар құр атақ-абырой үшін қолға алынған жоқ. Мұның бәрін жаңа әділетті Қазақстан құру үшін жасап жатырмыз. Халқымызда
кеңесіп пішкен тон келте болмай деген сөз бар. Бабаларымыз маңызды мәселені алқалы жиында шешкен. Мен осы дәстүрді жаңғыртып, ұлттық құрылтай құру туралы бастама көтердім. Оған қоғамның түрлі топ өкілдері, беделді әрі белсенді азаматтар шақырылады. Құрылтайдың алғашқы отырысы ұлт ұясы Ұлытауда өткізіледі. Осылайша, азаматтардың мемлекет ісіне атсалысу мүмкіндігі арта түседі. Шын мәнінде, еліміздің тағдыры әр қайсымыздың қолымызда. Референдумда республикалық қоғамдық штабтар нәтижелі жұмыс істеді. Ешқандай заң бұзушылық пен құқық бұзушылық тіркелген жоқ. Референдум өткізуге байланысты құрылған республикалық қоғамдық штаб өкілдері осылай деп мәлімдеді. Еліміздегі партиялардың жетекшілері де жиын өткізіп, тарихи күнді қорытындылаған болатын. Конституцияға енгізілгелі отырған өзгерістер еліміздің дамуы үшін, мемлекетіміздің келешегі үшін, жастардың ертеңі үшін аса маңызды. Және ол өзгерістер барлық саланы қамтиды. Референдум өткізуге байланысты құрылған республикалық штаб жетекшісі осылай дейді. Қазір біз үшін ең маңызды әр азаматтың жаңа Қазақстан идеясын сезіне алуы. Оның басты көрінісі елдегі бейбіт өмір, қоғамдағы тұрақтылық пен тыныштық екені даусыз. Аманат партиясы референдум өткізуге арналған жұмысты қорытындылады. Айта кетейік, өңірлерде Аманат партиясы атынан 248 штаб жұмыс істеген. Оның құрамында парламент депутаттары, зиялы қауым өкілдері, саясаткерлер, мәдениет қызметкерлері және спортшылар да бар. Аймақтарда 217 штаб жұмыс істеп, 12 мыңнан аса үгіт-насихат шарасы өтті. Барлық кездесулер еркін, ашық форматта жасалды. Біз олардың санына емес, сапасына мән бердік. Конституциялық өзгерістерді халыққа түсінікті тілмен жеткізуге тырыстық. Кеше азаматтар өз таңдауын жасап, елдің болашақ даму жолында қатысты шешім қабылдады. Осы арқылы еліміз жаңа Қазақстанның іргетасын қалады, алда көп жұмыс, үлкен міндеттер тұр. Дәл осы сынды жиын өткізіп, кешегі күнді қорытындылаған Қазақстан халық партиясы заңсыз шетел асқан қаражатты елге қайтару керек дейді. Мы довольны его результатами и считаем это победой всех казахстанцев. Біз қорытынды әбден лайық деп санаймыз және келісеміз. Біз Қазақстан халық партиясы жер және жер қойнауы халыққа тиесілі деген конституциялық норманы іске асыру жөніндегі халық заңын жария түрде әзірлеудің басталғанын мәлімдейміз. Бұл бастамаға бейжай қарамайтын азаматтарды, әсіресе заңгерлерді, экономистерді, қаржыгерлерді заңның жазылуына атсалысуға үндейміз. Аманат, Ақжол партияларын, сондай-ақ парламенттік емес, оның ішінде әлі тіркелмеген партияларды да халықтың заңды әзірлеу жөніндегі бірлескен жұмысқа қатысуға шақырамыз. Референдум нәтижелеріне қатысты мәлімдеме жасаған ақжолдықтар, саяси науқан сәтті өтті, барлығы ашық және әділ жүргізілді. Енді алда халықтың тұрмысы мен жағдайы түзеледі дейді. 2 ай бұрын президент Тоқаев жариялаған мықты президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет деген жаңа осы мемлекет басқару моделіне қадам басып жатырмыз. Бұл модель еліміздің өміріне, мемлекет басқару тәсілдеріне жаңа алып келу керек, жаңа әсер беру керек, және де бұл осы реформаның ең басты мақсаты осы мемлекеттік органдар жалпы мемлекетті халыққа жақындатуы. Біз әрине бұндай бастаманы қолдадық бірінші күннен бастап. Ауыл партиясы да жиналыс өткізіп ойларын ортаға салды. Айтуларынша, өңірлерде 700-ден астам аталмыш партия өкілдері референдумның маңыздылығын халыққа жіті түсіндіріп, қызу жұмыс атқарған. Сам референдум стал... Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы 2022 жылдың 5 маусымында өткен жалпы ұлттық референдумның нәтижесін толыққанды құптайды. Партиямыздың 700-ден астам мүшесі, аймақтардағы белсенділеріміз референдум барысын бақылау ісіне атсалысып, дауыс беру учаскелерінде партияның атынан өкілдік етті. Ауыл партиясының өкілдері болған учаскелерде қандай да бір заң бұзушылық болмаған. Сондықтан ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы жалпы ұлттық референдумның ұйымдастырылуы мен өткізілу барысының Қазақстан Республикасы заңдарына толықтай сай болғанын мәлімдейді. Гүлжан Серкадай, Әбділдин, СТВ телеарнасы. Референдумда дауыс беру қалыпты жағдайда өтті. Жұмыс барысында құқық қорғау органдарының заңсыз араласу дерегі байқалған жоқ. Бұл пікірді Түркі мемлекеттері ұйымы миссиясының мүшесі Гесмат
Гозалов айтты. Шанхай ынтымақтастық ұйымы өкілдері де елде өткен референдумның ашық әрі әділ ұйымдастырылғанын алға тартқан болатын. Biz de konuşmamızda az önce belirttik ki eğer барып көрген бақылау жүргізген сайлау учаскелерінде жергілікті халықпен де үкіметтік емес ұйым мүшелерімен де кездестік. Тіпті дауыс беріп шыққан азаматтармен пікірлесу мүмкіндігіне ие болдық. Қазақстан осы референдум арқылы өзгеріске дайын екендіктерін көрсетті. Біз көрген барлық сайлау учаскелеріне келген азаматтардың белсенділігінен байқауға болады. Өз есебімізді орталық референдум комиссиясына тапсырдық. Халықаралық ұйымдармен шетелдік байқаушылармен бірлесе жұмыс істеп, орталық референдум комиссиясының дайындығы мен өткізу туралы жұмысын бақылады. Сондай-ақ елордадағы дауыс беру процесін көрді. Миссия орталық референдум комиссиясы мен қоғамдық ұйымдардың тәжірибелік материалдары негізінде ортақ шешімге келді. Миссия Қазақстан тарапы өзінің талаптарын толық орындады деп есептейді. Конституцияға өзгерістер енгізу туралы референдум халықаралық стандарттар мен Қазақстанның сайлау заңнамасына сай өтті. Референдум барысында ешқандай заң бұзу анықталмады. Миссия Қазақстандағы референдумды ашық әрі әділ, демократиялы түрде өтті деп есептейді. Осы орайда Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне Шанхай ынтымақтастық ұйымы миссиясының байқаушы ретінде жұмыс істеуіне барлық жағдайды жасаған үшін алғыс айтқым келеді. Қазақстан өз дамуының жаңа кезеңіне өтті. Бұл туралы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы шетелдік инвесторлар кеңесінің 34-ші жалпы отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтқан болатын. Бүгінгі күннің кеңес отырысы жаһандық логистикалық тізбектердің үзілуі, сауда соғыстары, теңдессіз инфляциялық қысым сынды барынша күрделі ахуал аясында өтіп жатыр. Мұның барлығы бүгінгі күннің объективті шындығы. Мұндай ахуалда мемлекетке де, бизнеске де ойынның жаңа ережелеріне жедел бейімделу талап етіледі. Тек солай ғана бәсекеге қабілетті сақтап қаламыз. Қазақстан өз дамуының жаңа кезеңіне өтті. Елде мен ұсынған демократиялық реформалардың ауқымды бағдарламасы рет-ретімен жүзеге асып жатыр. 5 маусымда жалпы ұлттық референдум өтіп, онда азаматтар Конституцияға енетін өзгертулер мен толықтырулар жобасын қолдады. Мемлекет басшысы дауыс беру нәтижесінде ата заңның 3-1 түзету енгізілгенін атап өтті. Олардың қатарында президент өкілеттігін қайта қарау, саяси партиялардың даму мүмкіндіктерін кеңейту, сайлау процесін жетілдіру, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жүйесін нығайту бар. Бұған қоса біз жүзеге асырып жатқан саяси реформалар кешенді экономикалық түрленумен қатар жүруі тиіс деген сенімдеміз. Дәл осындай әдіс бізге орташа кіріс қақпанынан сытылып шығуға және келесі даму деңгейіне көшуге мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі екіге бөлініп, Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігі және Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі құрылды. Тиісті жарлыққа мемлекет басшысы қол қойды. Асхат Аймағамбетов білім министрі, Саясат Нұрбек ғылым және жоғары білім министрі болып тағайындалды. Ұлытау облысының әкімі болып Берік Әбдіғалиұлы тағайындалды. Нұрлан Ронхаев Абай облысының әкімі қызметіне жайғасты. Қанат Бозымбаев басқа жұмысқа ауысуына байланысты Алматы облысының әкімі қызметінен босатылды. Ал Марат Сұлтанғазиев Алматы облысының әкімі болып тағайындалды. Жетісу өңіріне жаңа әкім болып Бейбіт Исабаев тағайындалды. Ауа райы егіс жұмыстарын тиімді аяқтауға мүмкіндік береді. Үкімет басшысы Әлихан Смайылов көктемгі егісті толығымен тиянақты атқаруға пәрмен берді. Облыс әкімдерінің деректері бойынша биыл шамамен 672 мың тонна тыңайтқыш себу жоспарланған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 43,7 мың тоннаға артық. Одан бөлек биыл мемлекеттік қолдау арқылы 500 мыңнан астам азамат жұмыспен қамтылмақ. Үкімет үйінде орын алған жиынға кезек берсек. Премьер-министр Әлихан Смайыловтың айтуынша, қамбада егіс алқаптарынан жаңа өнімді жинап алғанша жететін астық қоры бар. Үкімет басшысы осындай күрделі кезеңде фермерлерді қолдау үшін бюджеттік кредиттің жалпы сомасын 140 миллиард теңгеге көтергенін айтты. Бұған қоса, ауыл шаруашылығы өнімін форвардтық сатып алу арқылы қаржыландыруды 2 есеге, яғни 80 миллиард теңгеге дейін ұлғайттық. Жалпы агроөнеркәсіп саласына бюджетті нақтылау кезінде қосымша 298 миллиард теңге қаржы бөлінді. Дизель отынының қажетті көлемі нарықтық бағадан 10-15%-ке төмен бағамен жеткізілді. Отандық өндірушілермен келісімге келіп, минералдық тыңайтқыштардың бағасы төмендетілді.
Айта кету керек, биыл агроөнеркәсіп кешенін мемлекеттік қолдау жүйесі өзгерген жоқ. Осылайша биылғы жылы фермерлерге мемлекеттік қолдау күшейтіліп, көрсетіліп келеді. Өткен жылы құрғақшылық болғанына қарамастан бидайға деген ішкі қажеттілікті толығымен қамтамасыз еттік. Биыл алқаптарға себілген тұқымның 92% бірінші және екінші класты тұқымдар. Жалпы тұқым шаруашылығын қолдауға жергілікті бюджеттерде 11,8 миллиард теңге қарастырылыпты. Егіс жұмыстарына арналған тиісті жанармай да жеткілікті. Ағымдағы жылы егіс жұмыстарын жүргізуге ақпан маусым кезеңіне 400,2 мың тонна көлемінде дизель отыны бөлінді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 20 мың тоннаға артық. Жеткізу, сақтау және өткізу бойынша облыс операторларының шығыстарын ескере отырып, ауыл шаруашылық тауар өндірушілер үшін орташа баға 200 теңге литр құрайды. Бұл орташа алғанда нарықтағы бағадан 15%-ға арзан. Ағымдағы жылғы 7 маусымдағы жағдай бойынша жоспардағы 400,2 мың тонна болған жағдайда 378,5 мың тонна дизель отынына немесе жоспардың 95%-на төленіп, 359 мың тонна тиелді. Жұмыс жалғастырылып жатыр. Жалпы отын бекітілген кестеге сәйкес жеткізіліп жатыр. Ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев диқандар минералды тыңайтқыштарға жұмсаған шығынның тең жартысын мемлекет өтеп береді деді. 7 маусымдағы жағдай бойынша диқандарға 396,1 мың тонна минералды тыңайтқыш жөнелтілді. Барлығы 478,13 мың тонна минералды тыңайтқышты тиеу шарттары жасалды. Бұл ретте минералды тыңайтқыштарды сатып алуды субсидиялауға 38,4 миллиард теңгені, оның ішінде республикалық бюджеттен қосымша 11,6 миллиард теңге бөлінгенін атап өту қажет. Яғни, сатып алынған тыңайтқыштардың құнын 50%-ын мемлекет өтейді. Сонымен қатар, отандық тыңайтқыштардың құнын төмендету бойынша үкіметпен жұмыс жүргізілді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова тұрғындарды жұмыспен қамту үшін мемлекет қандай шаралар жүргізетінін айтып берді. Халықтың әлеуметтік осал топтары мен жастардың кәсіпкерлік бастамаларын қолдауда қарастырылған. Осында 2000 грантты қаржыландыруға бюджеттен 25,8 миллиард теңге көзделген. Қазірге дейін 1400-ден астам азамат грант иегері атанды. Технологиялардың даму қарқынын ескере отырып, жұмыс күшінің біліктілігі мен машығын үнемі жетілдіруде мемлекет назарында. Жұмыс берушілердің талабына сәйкес биыл 36 мың адамды оқыту және қайта даярлықтан өткізу жоспарланған. Қазірдің өзінде 9 мыңнан астам азамат бұл мүмкіндікті пайдаланып үлгерді. Бос жұмыс орындарына жолдама беру. Бұл шара электронды еңбек биржасының базасында жүргізілуде. Биылғы меже 350 мың, соның ішінде бүгінге дейін 91 мың адам осы тәсіл бойынша жұмысқа орналасты. Жалпы жоғарыда атап өткен тек мемлекеттік қолдау шараларының аясында биыл 500 мыңнан аса адамды жұмыспен қамту көзделіп отыр. Тамара Дүйсенова Яндекс, Uber, Volt платформаларында жұмыс істейтіндерді әлеуметтік қамсыздандыру туралы айтып берді. Өз сөзінде министр мұндай режимнің тұрғындарға өте ыңғайлы екенін атап өтті. Алайда оның басты кемшілігі жұмыспен қамтылғандар үшін әлеуметтік кепілдіктің жоқтығы. Пандемия кезіндегі шектеу шаралары жер жүзінде жұмыспен қамтудың заман талабына бейім тәсілдерін қолдануға тың серпін берді. Бұл үрдістен Қазақстанда шет қалған жоқ. Бұған қоса ел экономикасына цифрландыру мен жаңа технологияларда өз әсерін тигізуде. Соңғы жылдары нақты секторға қарағанда қызмет көрсету саласында жұмыспен қамтылғандардың саны өсе түскенін көріп отырмыз. Сараптамалық мәліметтерге жүгінсек, Қазақстанда 500 мыңға жуық адамдар платформалық жұмыспен қамтылған. Яғни азаматтар Яндекс, Uber, Volt, Glovo сияқты түрлі онлайн платформа арқылы жұмыс істейді. Айта кетейік, министр бос орындардың алғашқы онлайн жәрмеңкесі 24-30 маусым аралығында өтетінін мәлімдеді. Келешекте ай сайын тұрақты түрде ұйымдастыру көзделіп отырған жәрмеңке тек кәсіпорын орналасқан аймақ тұрғындарында ғана емес, барлық қазақстандықтарға бірдей қолжетімді болмақ. Батхан Қабылтайұлы, Адай Абдилдин, СТВ телеарнасы. Қаржы пирамидасын жарнамалағандар 3-тен 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Айтулы мәселеге байланысты парламент мәжілісінде қаржы пирамидаларының қызметіне қарсы іс-қимыл туралы заң жобалары мақұлданды. Енді оны жарнамалағандар да жауапкершілікке тартылатын болады.
Қарауға ұсынылған заң жобаларының негізгі мақсаты қолданыстағы заңнамадағы құқықтық олқылықтарды жою және қаржылық пирамидаларды құру және жарнамалау үшін жауапкершілікті қатаңдату арқылы алаяқтық қаржы пирамидаларының кеңінен таралуына депутаттардың жедел ден қою болып отыр. Таким образом, біз қылмыстық кодекстің 217 бабы 1 тармағы түрінде ұсынып отырған бұл шара қаржы пирамидасы сияқты құбылысқа нақты заңнамалық жауап болады. Осы бапты енгізгеннен кейін атақты адамдар, блогерлер мен вайнерлер және басқа да қоғамдық пікір жетекшілері белгілі бір қаржы өнімдерін жарнамалау кезінде анағұрлым мұқият және жауапты болады деп үміттенемін. Анықтама үшін айта кетейін, осы әрекеттің бірінші бөлігі бойынша 2000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салуға немесе 600 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға немесе 2 жылға дейін бас бостандығынан шектеу жазалары қарастырылған. Ал төртінші бөлігі қылмысты саралайтын құрам, онда қылмыстық жаза ретінде мүлікті тәркілеумен 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазылған. Осылайша түзетулер қылмыстық кодекске, қылмыстық іс жүргізу кодексіне, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекске және жарнама туралы заңға қатысты болады. Основными целями қаржы инвестициялық пирамидаларын құру және басқару үшін санкциялардың жоғарғы шегін арттыру, қаржы пирамидаларын жарнамалаған үшін қылмыстық жауапкершілікті белгілеу, сотқа дейінгі тергеп тексеруді бастаған ішкі істер органдарына немесе экономикалық тергеу қызметіне қаржылық пирамидаларды жарнамалау туралы қылмыстық істер бойынша тергеу жасауын анықтау, қылмыстық іс-әрекеттерді әкімшілік құқық бұзушылықтан ажырату, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың ақшасы мен өзге де мүлкін осындай қызметті жүзеге асыруға құқығы жоқ тұлғалардың пайдасына тартуға қатысты қызметті жарнамалауға тыйым салу. Жылдың 5 айында қаржы пирамидаларына қатысты тіркелген қылмыстық істер бойынша жәбірленушілер 600 миллион теңгеден астам сомаға жапа шеккен. Министрліктің мәліметіне сүйенсек, 2022 жылдың 5 айында ішкі істер органдарына қаржы пирамидалары бойынша 27 қылмыстық іс тіркеліп, оның 7-і Қазақстан Республикасының қаржы мониторингі агенттігіне жолданған. Мәжілістің жалпы отырысында 2021 жылға республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есепті қарау кезінде Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары қаржы министрі Ерлан Жамаубаев былтырғы бюджет кірістеріне қатысты түсінік берді. Трансферттерді есепке алмағанда кірістер бойынша жоспар 156 миллиард теңгеге асыра орындалды, бюджетке 7,4 триллион теңге түсті. Салықтық түсімдер 7,1 триллион теңге немесе жоспарға 102,1% құрады. Салықтар бойынша асыра орындаудың негізгі сомасы корпоративті табыс салығына, шикі мұнайға экспорттық кеден бажына және импортқа қосылған құн салығына тиесілі болды. Оның айтуынша экономикадағы іскерлік белсенділіктің біртіндеп жандануы, салық әрі кедендік әкімшілендіруді жетілдіру мен цифрландыру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыс салық түсімдерін ұлғайтудың маңызды факторларының бірі болды. Айта кетсек, былтыр әлеуметтік шығыстар 910 миллиард теңгеге ұлғайды. Жиын барысында елдегі болып жатқан инфляция жайы да айтылды. Депутат банк өкілінен уәде етілген 4%-ық деңгей қашан болады деп сұрады. Үкіметтің есебіне сәйкес 2021 жылы инфляция деңгейі жоспарланған 4,6%-дан асып, 8,4% құрады. 2020 жылдан бастап барлығымызда негізгі азық-түлік бағасының айтарлықтай өскенін көріп отырмыз. Ең көп өскені қызылшаның бағасы 73%-ға, қырыққабат 37,5%-ға, күнбағыс 30,1%-ға, сәбіз 29,5%-ға, картоп 20,2%-ға, құмшекер 15,3%-ға өсті және тағы солай жалғаса береді. Сонымен қатар бензин, электр энергиясы, фармацевтикалық өнімдер қымбаттап, тұрғын үйдің бағасы шарықтады. Өкінішке орай бұл тізімді әлі де жалғастыра беруге болатын еді. Оңайы қымбаттамаған нәрсені айту керек шығар. Айтыңызшы, инфляция деңгейі бойынша осындай оптимистік болжам неге негізделді? Осындай үрдіс ағымдағы жылда сақталып отыр ғой. Депутаттың сұрағына тікелей жауап бермеген Ұлттық банктың өкілі елдегі қымбатшылық әлемдегі болып жатқан дағдарыстың салдарынан деп сылтауратты. Қыркүйек айына қарай теңгенің бағамын 8-9% деңгейінде ұстап тұрамыз деп отыр. Ватқан Қабылтайұлы, Адай Абдилдин, СТВ телеарнасы. Жаңа редакцияланған кодекстің құрылымы өзгертіліп, мемлекеттік қызметтің әдептік қағидаттар деп аталатын тарау енгізіліп отыр. Осыған байланысты мемлекеттік қызмет өкілдерінің қызметтік әдебі 6 қағидатқа негізделген. Айтулы мәселенің мән-жайы мен жүзеге асу процесінің маңыздылығын Алматы қаласы бойынша мемлекеттік қызмет істер департаментінің басшысынан сұраған болатынбыз. Сұхбатқа назар аударсақ.
агентством разработан новый этический кодекс. Адалдық, әділдік, ашықтық, сыпайылық және клиентке бағдарланушылық. Айта кету керек, мемлекеттік қызметшілерге мұндай талаптар бұрынғы кодексте де қойылған, бірақ байқасаңыз кодекстің жаңа редакциясында ашықтық және клиентке бағдарлану қағидаттарын сақтау талаптарына басымдылық берілген. Соған сәйкес мемлекеттік қызметшілер мемлекеттік қызметтің негізгі тұтынушысы саналатын халықтың талабына барынша икемді жұртшылықпен жұмыс істеуге дайын болуы және өз жұмысының ашықтығын қамтамасыз етуі тиіс. Жалпы алғанда негізгі өзгерістер осы бағыттарда болып отыр. Кодексте енгізілген түзетулер сервистік, ашық және халық үшін қолжетімді мемлекеттік аппараттың қалыптасуына ықпал етеді деп күтілуде. Егер бұрынғы әдеп кодексінде мемлекеттік қызметшілерге қойылатын моральдық адамгершілік талаптар мен олардың мінез құлқының негізгі қағидаттары бірге қаралып келген болса, жаңа редакцияда бұл олқылықтар жойылып, мемлекеттік қызметшіге қойылатын әдеп талаптары мемлекеттік қызметшінің қызметтік әдебіне қатысты жоқ ережелерінен бөлек өз алдына жеке қарастырылып отыр. Жаңа әдеп кодексі ең алдымен қызметтік әдеп стандарттарын белгілеуге бағытталған және мемлекеттік қызметшілердің бойында моральдық адамгершілік қасиеттерді орнықтыру негізгі болып табылады. Жаңа кодексте агенттік пен оның аумақтық департаменттері қызметтік әдепті бұзудың профилактикасын үйлестіруші органдар ретінде айқындалып отыр. Осыған байланысты әдеп жөніндегі уәкілдердің комиссиялары мен кеңестердің әдеп бұзушылықтарды ескерту және алдын алу бойынша жұмыстары жандандырылуда. Ел болашағы қашанда жастарға тікелей байланысты. Ресми деректерге сәйкес Қазақстанда жастар ел халқының жалпы санының 20,2%-ын құрайды. Жастар ел дамуының болашағының стратегиялық ресурсы, бүгіні мен ертеңінің қозғаушы күші. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев дарынды әрі қолынан іс келетін жастар үшін ашық және тиімді әлеуметтік лифт құру идеясын айтты. Сайлауалды бағдарламасында президенттік жастар кадрлық резервін құру мәселесін ұсынды. Осыған сәйкес 2019 жылы қыркүйекте білікті жастарды іріктеу басталды. Әр саланың майталманы, әртүрлі кәсіп пен істің басы-қасында жүрген жастар бір жерге тоғысты. Олардың арасында тек мемлекеттік қызметкер ғана емес, азаматтық қоғам мен жекеменшік сектор өкілдері, квази-мемлекеттік сектор өкілдері де бар. Айтулы жоба жемісін бере бастады. Алматы қаласының өзінде қызмет етіп жатқан жастар баршылық. Олардың қатарында аудан әкімі лауазымда отырғандар кездеседі. Жастар кадрлық резервтің іріктеуі екі этапы өтті. Екі рет өтті. Бірінші 2020 жылда, енді биыл екінші рет жаңа іріктеуден өттік. Жалпы екі отбордың, екі іріктеудің барысында 350 үміткер өтті, резервшілер. Енді Алматы қаласы бойынша бізде сіз айтқандай Алатау ауданның әкімі, Турсип ауданның әкімі, және соцблагосостояниенің басқармасының басшысының орынбасары и қала әкімінің аппарат басшысы, ол кісіді жаңағы президенттік жастар кадрлық резервінен олар сол резервтен жұмысқа тағайындалды. Енді биылғы іріктеуге тоқтайтын болсақ, Алматы қаласынан 2 үміткер өтті. Олар енді біреу банктың саласында жұмыс істейді, екіншісі ол Яндекс Таксиның басшысының лауазымында жұмыс атқарады. Енді олармен бірнеше кездесу жасадық. Олардың айтуы бойынша бірнеше ұсынымдар түсті. Мысалы үшін солтүстік Қазақстанның аудан әкімі лауазымына шақырды, және Шымкент қаласында бір қалалық басқарманың басшысының лауазымына оларды шақырды. Бірақ өз себептермен олар осы Алматы қаласында жұмыс істегісі келеді. Сондықтан әзірше олар пока сол резервте тұр. Олар сол резервте, сіз өзіңіз білетіндей, 3 жылға дейін тұруға мүмкіндігі бар. Елімізде көп пәтерлі тұрғын үйлерді басқару жүйесі жаңа форматқа ауысып жатыр. Бір үй, бір бірлестік, бір шот.
Маусым айының соңында пәтер иелері кооперативінің жұмысы тоқтайды. Әр үй өз меншік иелерінің бірлестігін құруы керек, яки ол үшін тура бір ай ғана уақыт қалды деген сөз. Бүгінде еліміз бойынша 46.522 көп пәтерлі тұрғын үй бар десек, соның 39.000-нан астамы жаңа форматқа ауысып үлгерді. 6 өңір Ақмола, Қарағанды, Түркістан, Қостанай облыстары мен Шымкент қаласы 100% меншік иелері бірлестігін құрған. Ирина Ким пәтер иелері кооперативінен қарағанда меншік иелерінің бірлестігі әлдеқайда тиімді дейді. Себебі ол тұратын көп пәтерлі тұрғын үй осыдан 1 жыл бұрын жаңаша басқару жүйесіне көшіп кеткен. Нәтижесі міне, қаражатты тұрғындар өздері ашық қадағалайды және оны қайда жұмсауды өздері ақылдаса отырып бірлесе шешеді. Я живу здесь уже 4-й год, и, естественно, я жила при КСК. Мен бұл үйде тұрып жатқаныма 4 жылдан асты. Яғни пәтер иелері кооперативінің де, меншік иелері бірлестігінің де жұмысын көрдім. Салыстырмалы түрде айтсақ, жаңа формат әлдеқайда жақсы, әрі тиімді. Біз тұрғындар қазір барлығын өз қалауымыз бойынша ақылдасып шешеміз. Бұрынғыдай емес, ай сайын эксплуатациялық шығынға төлейтін ақша да арзандады. Жиналған қаражаттың қайда жұмсалғанын да ашық көріп отырамыз. Нәтижесінде міне үйдің айналасын қоршап, есік алдына ағаштар егіп жатырмыз. Ирина сынды бұл тұрғын үйдің өзге де тұрғындары жаңа жүйеге ауысқандарына дән риза. Көктем айынан бастап осы үйдің асидің басшы Ағын дейтін кісі жұмысын өте жақсы өткізіп жатыр. Өзгерістер болып жатыр міне. Маңайындағы территорияны бұрын забор болмаған ограждение соны ауыстырып жаңадан нетіп жатыр. Оны чиппен түбінде кіретін болады. Әр тұрғын өзіне звонок беріп, бөтен ешкім кірмейді. Сол өзінде чип болады осы тұрғындардың, осы үйдің тұрғындарында. Өте жұмысы жақсы. Енді алға басып жатыр, енді көрініп тұр. Істеп жатқан халықтың көзінің алдында істеп жатқан жұмыстары. КСК-дан осы қызметіне өзін-өзі басқару деп айтамыз ба, қалай? Өзін-өзі ашық түрде басқарусыз қалай сайландыңыз, қашан сайландыңыз, жалпы бұл жүйеге өту сіздерді қалай болды? Енді сіздер жақсы білесіздер, 6 қаңтардан 20 жылы мемлекет басшысының жарлығымен КСК-ны жауып, жеке меншік мүліктелген иелер меншігіне көшу туралы жарлық шыққан болатын. Сол жарлық бойынша біз осы ЖК тұрғындары бірігіп, ішіндегі өзіміздің инициативный группамыз болды, сонымен жұмыс жасадық. Халықпен бірінші жиналыс өткіздік. Осындай заң шықты, осы заңға байланысты біз аси құрамыз ба деп шешсек, сіздер қалайсыздар деп. Көбіне тұрғындар осы біздің МЖК-да 218 пәтер бар, соның 50-ден артық, пайыздан артық халық келісім беріп, соған жиналыс өткіздік та, жиналыстан кейін барып біз аси құру шараларымен айналысуға кірісіп кеттік. Құрардың алдында негізі баға 89 теңге болған 1 квадратный метрі. Некоммерческий, нежилой помещениелер олар где-то 140 теңге болған. 140 теңгеден. Сонымен халықпен ақылдаса келе, біз оны 10 теңгеге түсіруге шешім қабылдап, 89 теңгеден 80 теңгеге түсірдік. Меншік иелері бірлестігін құрған 1 жылдың ішінде нәтиже өте жақсы. Оны тұрғындар да, төраға да растап отыр. Артылған қаражатқа есік алдына жасыл желек отырғызып, үй айналасына қоршау жасап жатыр. Бұл атқарылар жұмыстың басы ғана. Алда үйді күтіп ұстау және оны жаңғырту үшін тиісті жұмыстар атқарыла беретін болады. Халықта әртүрлі пікірлер жүріп жатыр ғой. Негізі жеке меншік иелеріне өткен менің өз пікірім дұрыс деп ойлаймын. Себебі бүкіл түскен ақша, бүкіл түскен қаражат осы председательдің, төрағаның және Совет Доманың мүшелерінің қадағалауында болады. Қай түскен, қай уақытта ақша түсті, оның үстіне заңдылыққа сай бізде 2 расчетный счет ашылған. Оның біреуі накопительный взнос дейді, целевой взнос заңға сай, ай сайын әр квадраттан 15 теңге ақша түсіп отырады. Ол бөлек счетта, депозитный счет па, бөлек ақша жиналады. А расчетный счетта біздің күнделікті тұрмысқа пайдаланып, керек жарағымызға пайдаланатын нәрселер сол расчетный счет арқылы ұстаймыз. Шындығы керек, бүгінгі күнде біздің 1 жыл осындай жеке меншік бірлестігін құрып жұмыс жасағанымызда, ол депозитный счетімізде 3 миллионға тағы ақша жиналды. Жалпы елорда бойынша айтатын болсақ, бүгінге дейін тұрғын үйлердің 60% жаңа жүйеге көшкен.
Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 63%-дай жаңа формаларға өтті. Мүлік меншік иелері бірлестігі, жай серіктестік дейміз. Мүлік меншік иелері бірлестігін алатын болсақ, 500-ден аса мүлік меншік иелері бірлестігі тіркелді. Ол өзіне қарағанда 719 үйді құрайды. 719 үй ол қайдан шықты дейміз? 719 үй кейбір жерлерде іргетасы бірге болады, инженерлік жүйелер бірге болады. 3-4 үйлер бір инженерлік жүйемен қамтамасыз еткеннен кейін бір мүлік меншік иелері бірлестігі тіркеледі. Айтпақшы, егер маусым айының соңына дейін барлық көп қабатты тұрғын үйлер жаңа жүйеге көшпесе, онда пәтер иелері кооперативінің жұмысы тоқтап, ол қараусыз қалған үйді кім және қай компания басқаратынын уақытша жергілікті әкімдік өз мойнына алмақ. Министрлікпен заңға өзгеріс енгізейін деп жатыр. Тұрғын үй инспекциялары жаңа үйдің тұрғындары бір келісімге келмеген жағдайда тұрғын үй инспекциясы басқарушы компанияны сол жерге тағайындау деп. Сол қарастырылып отыр заңда қазір. Айта кетейік, бүгінде көп үйлерде бұрынғы басқарушы компаниялар жаңа келген компанияға құжаттарды толық бермей проблема туындап жатқан көрінеді. Бұл мәселеде заң жүзінде қарастырылып қойған. Егер ондай жағдай тіркелсе, енді жаңа заңға сәйкес айыппұл төленеді. Бұрынғы басқару органдары, оның ішінде пәтер иелері кооперативтері, оның ішінде тапсырыс беруші немесе құрылыс салушы дейміз, застройщик, олар құжаттарын бермесе, бірден жаңа әкімшілік жазаға тарту мүмкіндік болады. Үлкен бизнестің несі осы тұлғасы болса, онда ол 1000 МРП-дан астам штрафқа тарту болады. Пәтер иелері кооперативтері одан ол төмен. Ол өйткені коммерциялық емес ұйым, соған байланысты оның несі штраф, шара қолдану, штрафы төмендеу болады. Жаңа жүйеге ауысқаннан тариф бағасы өседі деген ол жайқа өседі. Бағаның өспеуін де тұрғындар өздері шешеді. Нұр-Сұлтанда шамамен 25-30 теңгеден басталады, 200 теңгеге дейін барады шаршы метріне тариф. Бірақ жаңа алдында айтып кеттік қой, 3000-дай үйге бөлетін болсақ, шамамен ол 70 теңге құрайды. Кішкентай үйлерді айта кететін болсақ, бізде республика мен Бөгенбай Батыр даңғылының қиылысында кейбір үйлер бар. Олар осы қанша жыл болды, 20-25 теңге шамасында тарифі. Өйткені жертөлелерінде қайта жабдықтау жұмыстарын жүргізіп, арендаға беріп отыр. Және де айтамыз ғой, реклама, жарнама дейміз. Жарнама болса, немесе ұялы байланыс операторының антенналары тұратын болса, содан пайда көріп, егер де бұлай айта кетсе, 3 ұялы байланыс операторы болса, антеннасы, оның үшеуінен 300 мың теңге жинаса, ол эксплуатациондық шығындарға кішкене септігін береді ғой. Қалғанын үйдің тұрғындарынан жаңа аз мөлшерде жинайтын болады. Бүгінде республика бойынша 46.522 көппәтерлі тұрғын үйдің 39.000-нан астамы жаңа форматқа ауысып үлгерген. Бұрынғы бұл заңға дейін мына пәтер иелері кооперативтері бір емес 5-6 үй, 10 шақты, 20 шақты, 100 шақты үйлерді басқаратын пәтер иелері кооперативтері болған. Олар енді оның ішінде бір есепшотпен жұмыс істеп, мына жиналған ақшаның қайда жұмсап жатқанын ашықтығын көрсетпеді. Яғни бірінші үйде жасадым, одан кейін екінші үйде жасадым. Ал енді 10-шы, 20-шы үйдің тұрғындарына ол бірінші үйдің жағдайы керегіне, екінші үйдің жағдайының керегіне. Тұрғын үйді жаңаша басқару жүйесіне көшіру уақыты осы айдың соңына дейін аяқталуы тиіс. Гүлжан Серік, Дәурен Наурызбаев, СТВ телеарнасы. Осы аптада тілшілеріміздің назарына іліккен маңызды жаңалықтардың легі осылай болды ағайын. Келесі аптада жүздескенше аман есен болыңыздар.